Әлемдегі ең бай елдердің бірі. Қазақстандық мигранттар ағылған ел. Әлемдегі ең жылдам интернет, ең білімді оқушылар, ең көп жалақы алатын мұғалімдер. Бұл Азия алыбына айналған Корея еліне қатысты сипаттамалар. Ендеше оңтүстік Корея жайлы мәлім де беймәлім фактілерге құлақ түріңіз. Оңтүстік Корея әлемдегі ең қауіпсіз ел. Ұрлық не кісі өлтіру болса, ұлттық трагедия ретінде телеарнада, сайттарда бір апта бойы талқылайды. Жаза өте ауыр, сондықтан халық қылмысқа көп бара бермейді. Түнде қыз баласы үшін жалғыз жүру қауіпсіз. Мәселен, велосипедіңізді дүкен алдына тастап кетіп, ертеңінде келсеңіз, орында тұрады. Корея әлемдегі көлік өндіру бойынша бестікке енеді, ал кеме өндірісі бойынша бірінші орын алады. Біз қызығатын Kia көлігі осы елдің меншігі. Бұл елдің аумағында 20 мыңдай парк бар. Корейлер парктерді өте жақсы көреді және негізгі демалыс орындары санайды. Кореяда алғашқы компьютер ойындары пайда болған, ал киберспорт түсінігі де осы елден шыққан. Корей халқы қол алысып, құшақтасып, амандаса бермейді. Тек өте жақын адаммен ғана құшақтасып қол алысады, ал басқа адамдармен иіліп сәлемдеседі. Мұнда білім беру сапасы өте жоғары. Корей мектептері білім сапасы бойынша әлемде 10-ға енеді. Ата-аналар жылына баласының оқу үшін $1000 жұмсауға дайын. Бұл елде мұғалім ең қадірлі мамандық. Елдегі ұстаздардың жылдық жалақысы $100,000 асып жығылады. Кореяда пластикалық операция өте танымал. Біраз ата-ана баласы мектеп бітіргенде сыйлық ретінде пластикалық хирургқа баруға ақша береді. Бұл елде тұрсаңыз, өзіңізден бір жас үлкен адамға да сіз деп айтуыңыз керек. Бұл елде барлық жерде тегін интернет бар. 5G. Оңтүстік Корея интернет жылдамдығы бойынша әлемдегі көшбасшы ел. Корейлер күніне тістерін 5-6 рет жуатын байқадым. Неге деп сұрасам, стоматологқа тіс тексерту өте қымбат. $300 басталады, деді корейлердің бірі. Көшеде бірнеше өлім салондарын көрдім. Өлім салонына кіріп, өтірік табытқа жатып шығуға болады. Бұл салонда сұлулық салоны сияқты әр қызметі ақылы. Корейлер мұны депрессиядан шығуға, суицид туралы ойды жеңуге көмектесетін жер деп санайды. Айтпақшы, Кореяда табыс көп болса да, халық арасында суицид бір шама. Халықта пайда көріп қалу деген жоқ. Мәселен, әуежайда және қарапайым дүкендегі кола мен сникерстің бағасы бір. Кореядағы кафе-ресторанда чейби тастауға болмайды. Бұл официантты қорлау деп саналады. Елдегі орташа жалақы $2000, бірақ халықтың табысы $2000 көп. Ал $2000 жалаққа көбіне шетелдіктер келіседі. Мысалы, қазақстандық мигранттар. Мұғалім, дәрігер, пилот және автобус, пойыз жүргізушілерінің бүкіл отбасы мемлекеттен медициналық сақтандыру және әлеуметтік пакет алады. Олардың балалары мектепте, университетте тегін оқиды және ауруханада тегін емделеді. Корейлер өте еңбекқор халық. Мұнда отпуск деген түсінік жоқ. Сондықтан қызметкер тек жұмыстан сұранып кете алады. Кореяда бала туа сала бір жас деп есептеледі. Сондықтан сізбен бір жылы туған корей қазір сізден бір жасқа үлкен. Сеулде 24 сағат жұмыс істейтін сауда орталықтарын көрдім. Бұл елде шопинг тренд. Сондықтан 24 сағат ашық тұратын киім дүкендері бар. Корея Голливуд пен Болливуд сияқты жеке индустрия қалыптастыра білген ел. Бұл сізбен біз сүйіп тыңдайтын K-pop музыка жанры. Бұл елдегі BTS және Blackpink сияқты музыка топтарын жасақтауға мемлекет қолдау көрсеткен. Ал Psyдың танымал Gangnam Style әнінің клипі YouTube'да ең көп көрілген видео ретінде көш бастап тұр. Рекордты ешқандай видео жаңартқан жоқ. Samsung компаниясын өте жақсы білесіз. Сол Samsung Корея экономикасына көп қаржы әкеліп жатқан компания. Samsung телефон мен тұрмыстық техникадан бөлек құрылыс салады,
көлік шығарады. Samsung Дубайдағы мынау Бурдж Халифаны, Куала-Лумпурдағы Петронас ғимаратын, Тайваньдағы Тайпей мұнарасын салған. Ал жақында шыққан кореялық кальмар ойындары сериалы Netflixке ең көп табыс әкелген сериал ретінде тарихқа енді. Міне, Азия алыбы Корея жайлы ең маңызды деректер осы.